Паразиттің белгілері, әсіресе балаларға тоқталатын болсақ, олардың кіндік аймағында ауырсыну, ауыздарынан жағымсыз иіс шығу, салмақ қоспау немесе артық салмақ, және де олардың ең үлкен белгілері жаңағы тістерін қайрайды, ұйықтап жатқан кезде, иә. И буын аурулары, даже энурездің өзі аскаританың, яғни түнде бала жіберіп беретін болса, немесе күндізде үлкен балалар бар жіберіп қоятын, ол да аскаританың көбірек титрінің жоғарылап кетуінің әсерінен болуы мүмкін. Осылардың барлығы бізде паразиттердің бізге беріп жатқан подаркілері. Тағы өте важный нәрсе, тері аурулары и аллергия, оның да тікелей себеп осы паразиттерден болады. Яғни үздіксіз паразиттер просто так жүрмейді ғой. Олар үздіксіз біздің ағзамызға эндотоксин бөлген кезде, ол біздің ағзамызға жаңа гистамин ретінде болады, яғни ол көп аллерген ретінде танылады. Соның әсерінен біздің ағзамызда иммунитет соған қарсы жұмыс жасайды, и ол иммунитет шаршаған кезде уже аутоиммунды процесс басталып, уже бізде аллерген белгілері болады.